Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Құрметті қадірлі жамағат, біз Алланың нығметімен, сәттілігімен өздеріңізбен бірге Фәлақ сүресінің тәпсірін айтқан болатынбыз. Тәпсір Ибн Касир рахимахуллах бен Имам Әл-Құртуби рахимахуллах ғалымдарымыздың кітаптарынан алынған болатын. Бүгін сол сабағымызды жалғастырып Нәс сүресін өтетін боламыз. Біз айттық, Фәлақ пен Нас екеуі бірге түскен сүре. Жалпы біз Ханафи мазхабында Абу Ханифа ғалымымыз ұстазы Хаммад, Хаммадтың ұстазы Ибрахим ан-Нахи деген кісі. Ибрахим ан-Нахидің ұстазы Алқама, ол жалпы мұхадрам болған. Мұхадрам деген сахабалар дәуірінде өмір сүрген, бірақ сахаба емес. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көру нығметі нәсіп болмаған. Сахаба деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде өмір сүрген, және пайғамбарымызды көріп иман келтіріп, сол иманмен өмірден өткен кісі. Пайғамбарымызды көріп, сеніп, бірақ діннен шығып кетсе, ол сахаба емес. Енді ол муртат екендігі түсінікті, бірақ ол муртат болғаннан кейін қайттан дінді қабылдаса да, ол сахаба емес. Бір діннен шығып қайтып кіргеннен кейін. Ал енді діннен шықпаған, пайғамбарымызды көрмесе де сенген кісілер болған, сол кісінің бірі Алқама. Одан бөлек мысалы Уайс әл-Қарни деген мұхадрамда танисыздар, хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, бірақ үйде Айша анамыз ғана болып, пайғамбарымызды көре алмай, қайттан анасының өтініші бойынша үйіне қайтып кеткен атақты мұхадрам кісінті білесіздер. Ол кісінің аты Уайс. Алқамада Абу Ханифаның ұстаздары, ұстазының ұстазы. Одан кейін білесіздер Ибн Мас'уд тұрады. Білесіздер Абдулла Ибн Мас'уд радиаллаху анху, ол сахаба, әйгілі ғалым. Неге біз Абу Ханифаның ұстаздарын айтып кеттік? Осы Фәлақ пен Нас сүресі жайлы кейде бір адамдар таслақтырады бізге. Сендер Ханафи мазхабын ұстап, неге осы Фәлақ пен Нас сүресін айтасыңдар? Фәлақ пен Нас сүресі Абдулла ибн Мас'уд ұстап жүрген мұсхаф Құранның нұсқасында болмаған ғой дейді. Болмаған деген көзқарас, риуаят расымен бар. Бірақ біз Құран аятына келген кезде Абдулла ибн Мас'удтың Құран мұсхафына қатып қалатын мазхабта емеспіз. Көпшілік сахабалар Фәлақ пен Нас сүресі Құран аяты Алланың елшісі оқығандығын көрдім десе, біз жалғыз Абдулла ибн Мас'удтың сөзін есепке ала алмаймыз. Екіншіден, Абдулла ибн Мас'удтың өзі де соңғы уақыттарда мұсхафына бұл екі сүрені енгізді деген де риуаяттар бар. Яғни о баста болмағанымен кейінірек Абдулла ибн Мас'удтың мұсхафында да Фәлақ пен Нас сүрелері болған. Фәлақ пен Нас сүресі бірге түскен. Фәлақ сүресін біз айттық, енді бүгін Нас сүресіне кірсейік. Құл аузу би раббин нас. Алла тағала елшісіне және елшісінің үмметіне айт, мен адамдардың Раббысына сыйынамын дейді. Айт, яғни осылай айтып жүр дейді. Аузу би раббин нас. Біз ұйықтар алдында Фәлақ пен Нас сүресін оқимыз. Біз кішкене бір күмәнмен өзімізді әлсіз сезінген уақытта да осы екі сүрені оқимыз. Бұл біздің рухани антибиотигіміз. Қашанда бізге вирус, инфекциядан сақтап тұратын антивирусымыз. Бұл өте керемет екі сүре. Маликин нас, адамдардың патшасына сыйынамын деп айт. Илахин нас, адамдардың тәңіріне, құдайына сыйынамын деп айт деп Алла тағала бізге үйретіп жатыр. Неге адамдардың? Негізі Алла тағала бүкіл әлемнің Раббысы, әлемнің патшасы.
әлемде тек қана адам ғана емес қой. Адам, жын, періште, жануар, басқасы барлығы бар, иә. Бірақ адам негізінде көп рөл атқаратын адам да. Адамдар Алланың құлы болмаған кезде не болады? Адамдар кейде ақшаның құлы болады, ақша үшін барлығын істейді. Бір кісілер биліктің құлы, кресло үшін ол барлығына барады. Адамды өлтіруі мүмкін, туысқан өмірден алып тастауы мүмкін. Креслоның құлы болса, адам оның жолында барлығына барады. Харамды халал қылады, халалды харам қылады. Оған кресло үшін барлығы адал, иә. Немесе адам ақша үшін барлығына барады. Немесе адам жамандыққа деген құштарлық үшін барлығына барады. Алла Тағала сен маған сыйын, менің құлым бол, сенің негізгі патшаң менмін дейді. Сен адамдардың патшасы менмін дейді. Ақша болып сен не істейсің? Адамдардан үстемдігіңді көрсетесің. Қолыңа билік түскен кезде адамдарға билік жүргізесің. Орманға барып директор болған ешкімге қызық емес қой. Зоопаркте хайуандарды бағындырған ешкімге қызық емес қой. Барлығына адамдарды бағындырған қызық. Адамдарды билеген қызық. Сол себепті Алла Тағала адамдарға акцент жасауда. Мен ғой негізгі. Патшамен, патшалықпен, билікпен, ақшамен ауырма. Ол аурулар сені жақсылыққа бармайды. Деуде Раббымыз. Алла жақсырақ білуші әрине. Мин шаррил уасвасил ханнас. Адамдардың Раббысына, адамдардың патшасына, адамдардың тәңіріне Аллахым, мен әзәзіл уасваса жасайтын шайтаннан сыйынамын деп айтты. Уасвас деген сөз сыбырлаушы деген сөз. Ханнас деген сөз бір мағынасы жасырынушы, бір мағынасы қайтушы деген сөз. Жасырынушы деген сөз сіз Алланың зікірінен алыстаған кезде сізге сыбырлайды, уасвас. Ал енді Алланы қайта зікір ете бастаған кезде ханнас жасырынып қалады. Сыбырлаушы, жасырынушының кесірінен Аллаға сыйынам деген сөз ғой. Екінші мағынасы қайтушы ханнас. Яғни сіз Алланы зікір еткенде жоқ болып кетіп, Алладан алыстағаныңызда қайта оралатын. Олай мағынасын айтсақ, қандай мағына шығады? Сыбырлаушы қайта оралушының кесірінен Аллаға сыйынам деген мағына шығады. Бұл тәпсірді имам Бағауи өзінің кітабында айтып жатыр. Жалпы білесіздер, шайтан яджри мин ибни Адама маджраддан. Шайтан адамның қанымен жүреді деген хадис бар, қан қалай ағысы жүрісі бар, сол бойымен шайтан адам денесінде жүреді деген хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің жұбайына келген уақытында түнде ансарлық екі сахаба көрмеген секілді болып, аяқтарын тез басып кетіп бара жатады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларды шақырып, бұл менің әйелім дейді. Сендер жаман оймен кетпеңдер менің қасымнан дейді. Сонда әлгі екі ансар сахаба, Алланың елшісі, сен жайлы жаман ойлаймыз ба дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, расында шайтан адамның қанымен жүреді. Ва инни хушиту ан яқзифа фи қулубикума шайъан ау қала шарра. Мен Алладан қорықтым, ол сендердің жүректеріңе бір жамандық салып жібере ма деп қорықтым дейді. Шайтан яғни жүрекке бір жамандық салып жібереді, адам оны байқамай қалады екен. Екі ансар сахаба бір кішігірім болсын күмәнмен кетпесін деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сақтандырды. Имам
ғалымымыз Ибн Аббас, әйгілі ғалым, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның батасын, дұғасын алған сахаба, فَإِذَا سَهَى وَغَفَلَ وَسْوَسَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ. Бұл аяттағы мағына дейді, егер адам дейді, Алланы ұмытып, ғапілеттікке түссе, уәсуәсә, шайтан кеп сыбырлай бастайды дейді. Ал егер адам Алланы еске ала бастаса дейді, онда ол жасырынып қалады дейді. Жоқ болып кетпейді, жасырына тұрады. Сосын қайта шығады. Міне, Алла тағала осы Нәс сүресін бізге шайтаннан сыйынуға түсіріп тұр. Әлләзи ювасвису фи судурин нас дейді. Ол әзәзіл шайтан адамның көкіректеріне немесе жүректеріне әр түрлі сыбырлаумен жаман ойлар салады дейді. Бірақ ой іс емес, істі жасайтын сіз. Сол себепті ойға келгенін жасай берсеңіз, тозақтық болсаңыз, онда тек өзіңізді кінәлаңыз. Тозақтықтар шайтанды кінәлайды. Я Алла ой салған мынау еді дейді. Сонда Ібліс және оның әскері, я Аллахым, бізде ешқандай бір күш қуат жоқ қой дейді. Бұл Ибрахим сүресіндегі аят. Тек қана біз ой салдық, әрі қарай өздері істеп кетті ғой дейді. Яғни ой салған уақытта сізде болатын фильтр, сүзгі сіздің адамдық деңгейіңіздің жоғары екендігін көрсетеді. Сүзгі болмай ермей болсаңыз, онда тек өзіңізді кінәлаңыз. Шайтанға ермесеңіз, шайтан адамға да ермес. Өткен аяттың жалғасында минәл джиннәти уән нас, адамдардан, жындардан болған және адамдардан болған шайтаннан Аллаға сыйынамыз деп біз дұға тілеп жатырмыз. Шайтан адамдар категориясынан, жындардың да ішінен болады екен. Тек қана жындардан ғана емес, адамдардың ішінде де шайтан болады. Олар да сізге неше түрлі ой салады, провокация жасайды. Соған еріп кетсеңіз, онда ол сіздің кінәңіз, сіздің минусыңыз. Міне Раббымыз Алла, жаратушы жаппар иеміз, осындай керемет бір дүниені айтуда бізге. Шайтан негізінде әлсіз ол. Негізінде әлсіз. Бірақ ой салумен ол сізді күшті көрсетеді. Мысалы, коронавирус кезінде біз неге шаршадық? Ойдан шаршадық. Бұл жазыла ма, жазылмай ма, ауырған адам өліп кете бере ма, қалай болады деген ойдан шаршадық. Әр қайсыңыз әрі кетсе бір 2 апта, максимум 3 апта ауырдыңыздар. Ешкім 2 жыл ауырған жоқ коронавируспен. Бірақ 2 апта ауырсақ та 2 жыл коронавирусты басымыздан кешкендей болдық. Неге? Информация сондай. Ой. Адам ойдан жеңілмеу керек. Ойдан жеңілсеңіз, істен жеңіле бастайсыз. Ой өте маңызды. Сіздің ойыңыз берілмеу керек. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам амалдар ниетке байланысты деді. Ниет деген не ол? Ниет деген жақсы ойдың піскен кезі. Жақсы ой піскен кезде сіз ниет етесіз. Болды, мен мына бір істі жасайын деп. Ал ой оған дейін айналып жүреді. Жасасам ба, жасамасам ба деп. Жасайым деп кіріскен кезіңізде ол ниетке айналады. Міне Раббымыз Алла осы ой тазалығын мән бергісі тұр негізінде. Ойымыз таза болу керек. Көп нәрсе адамның осыған байланысты. Сіздің о бастағы ниетіңіз дұрыс болу керек. Сол о бастағы ниетіңіз дұрыс болса, Алла өзі алып шығады. Кейбір батпақтан да басқадан да. Ал о бастағы ой ниетіңіз дұрыс болмаса, Алла сіздің жаман ниетіңізді бір жерде шығарып қояды бәрібір. Өзіңіз байқамай қаласыз. Сол себепті көре алмаушылық, қызғаныш деген жаман індеттер жүректегі. Ол адамды
емделу керек деген сөз. Ол ауру. Фәлақ сүресінде Алла Тағала қызғаныш бар, көре алмаушылық бар адамдардан сыйынуды үйретіп жатыр. Не деген мағына ол? Яғни сізде сондай ауру болса, Алла Тағала сіз секілді адамнан жақсыларға сыйын деп жатыр да. Ойлаңызшы, Алла Тағала сізден сыйын десе, одан асқан, одан төмен статус бар ма әлемде? Сіз Алланың қарсы тарапындағы оппонентсіз. Аллаға оппонент болған адам, ол жеңе ме өмірде? Аллаға қарсы шыққан адам өмірде жеңе ме? Міндетті түрде жеңіледі. Шайтан да міндетті түрде жеңіледі. Алла маған сыйын деп тұр. Енді Алла сіздің мына жақта болса, қалай сіз төмен боласыз да? Біреулер үш әріп, екі әріп, бірдеңе деп, жынды қорқып, осындай деп қорқып жүреді. Сіз Алла маған сыйын деп тұр. Мына 2 сүрені оқыда өзіңді күшті сана деп тұр. Менен қорық деп тұр Алла Тағала. Болды. Әркімнен қорқа берме, атын айтайын алай, басқа қыла алмай. Ондай ауырма. Алла тек менен қорқумен ғана шұғылдан өмірде. Болды. Барлығын сен жеңіп шығасың деп тұр. Ол әлсіз деп тұр. Тек қана ой салат қана. Болды. Әлсіз ол. Сосын Алла Тағала менің қалауымнан ешқашан шығып кетпейді деп тұр. Мен қаласам сені қорғауды, ол саған зиян бере алмайды. Ал мен қаламасам, бүкіл адам бірақ сізді қорғауды қаласа да, ол зиян береді. Сол себепті Алла, Раббым Алла, өзің қорғаш десеңіз болды. Алла сізді қорғайды. Бұл міне 2 сүреде Раббымыз Алла бізге сыйынатын, біз сыйынуымыз керек жамандықтарды айтты, я? Алла Тағала өзінің жаратқан жамандықтары. Түн қараңғылығы басқан уақытта түйіншектерге үрлеп дем салатындар. Қызғанушы адамның қызғанған кезінде, одан кейін жасырынушы, уәсуәса жасайтын сыбырлаушы шайтаннан. Шайтан адамдардың жүректеріне, кеуделеріне жаман ой салады. Шайтандар адамдардан да, жындардан да болады деп Алла Тағала мені осы сыйынуымыз керек дүниелерді атап өтті. Сіз енді қай тараптасыз, оны өзіңіз жүрегіңізден сұраңыз. Алла Тағала, Раббымыз Алла, оған жаратушымызға осы жамандық атаулының барлығынан, Құранда өзі атын атап асы сызған жамандықтың барлығынан Алла Тағалаға сыйынамыз. Раббымыз Алла, ол бізді қорғауға және бізді қамқоршымыз болуға жеткілікті. Алла Тағала баршамызды қорғап қолдасын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.